Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 5 бөлімнің 3 және 4 сабақтары. Ұлы дала ұлағаттары. Каналымызды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаймыз. Бұл каналда сендерге пайдалы болған барлық сабақтың жауабы шығып отырады. 3 тапсырмаға қараймыз. Ыбырай ұлағатты тақырыбында энциклопедия, сөздік, газет-журналдардан ақпарат жаз, жинап, мәтін құра, авторына сілтеме жаса депті. Ендеше мәтінімізді оқимыз. Аса талантты педагог, ағартушы, дарынды жазушы, ақын, қазақтың ұлттық мектебінің негізін қалаушы Ыбырай Алтынсариннің өмірі отанына деген шексіз берілгендік пен қалтқысыз адам қызмет етудің жарқын үлгілерінің бірі. Сол себепті де оның есімі қашанда болсын уақыт санынан мүдірмей өтіп, қазақ халқымен бірге жасап келеді. Оның ұйымдастыруымен ашылған мектеп 1864 жылы 10 қаңтар күні Торғай өңірінде иісі қазақ даласындағы ең алғашқы білім ошағы болып саналады. Ол бұдан басқа ауыл-ауылды аралап, халыққа түсіндіріп, қаржы жинастырып, Қостанай облысында 2 қазақ-орыс мектебін, қазақ қыздары оқитын пенсионат, ауыл шаруашылығы және қолөнер мамандығын даярлайтын деген жерде бастауыш сынып училищелерді, тіпті Красноуфимск мұғалімдерін даярлайтын оқу орнын аштырған. Бұл бізде Ыбырай Алтынсарин атамыз туралы мағлұматтар. Енді 5 тапсырмаға қараймыз. Оқылым мәтіні бойынша ұяшықтарды толтыр. Ғалым деп бізде біреу жазылған Әлихан Бөкейхан атамызға, яғни ұлт зиялысы деп жазамыз. Қоғам қайраткері, этнограф және тарихшы деп барлығын толтырып шығамыз балалар. Келесі 6 тапсырмаға қараймыз. Эвфемизм және дисфемизм сөздерді 2 бағынға бөліп жаз. Сөздерді ауыстырып айтудың дұрыс және бұрыс жақтарын дәлелде. Эвфемизм, дисфемизм деп 2 бағын құрастырып аламыз. Осылай 2 бағын құрастырып аламыз. Ал бұл жерде бізде 2 жолмен жаз. Эвфемизмге ақ саусақ, қолды болды, жүріп кетті, сөзуар, жылампаз, айдағаның 5 ешкі, ысқырығың жер жарады, сөз тасиды, о дүниелік болды, көз жұмды, қол салды, қағып кетті, аузымды аңқитып кетті, қаза болды. Ал дисфемизм сөздерге пысқырма, жүгермек, шөп желке, өсекші, ақсақ, оңбаған, қортық, су жұқпас. 8 тапсырмаға қараймыз балар. Сөйлемдерден дисфемизм сөздерді және қандай мағынада жұмсалып тұрғанын түсіндір. Бұл жерде бізде дисфемизм сөздеріміз сумақай, ақсақ, жынжы, есерсоқ неме. Сөйлемдерімізді оқып алайық. Сумақай, яғни бізде дисфемизм сөз. Қоймашының ол сөзіне бұл күлген де қойды. Бірақ байқады, осы жаман неменің жүріс тұрысы әлгі ақсақтың айтқанының алдыңғысынан гөрі соңғысынан көбірек келіңкірейді. Мынау кім, қайдан ертің, ту өзі сап-сары деп шейпу мінезбен мысықты бір нұқып қалды. Өй жанды, есерсоқ неме, әрі кет, мұнда нең бар деп шоқан тұра ұмтылып еді, қашып үйге кіріп кетті. Бұл жерде бізде дисфемизм сөздеріміз жазылған. Сумақай, ақсақ, жынды, есерсоқ неме. Ал келесі 12 тапсырмаға қараймыз. 9 тапсырмаға қараймыз балар. Эвфемизм және дисфемизм сөздердің ортақ белгілерін, айырмашылығын мына тізбаға түсіріп жаз. Эвфемизм сыпайы деп аламыз, ал дисфемизм әдепсіз. Ортақ белгісі ойды белгілейді. Келесі 12 тапсырма балалар. Өлеңде көтерілген мәселені анықта, өз болжамыңды дәйектеп жаз. Заманда басқан, аяқ кейін кеткен, жасымай алашына қызмет еткен, болса да қалың тұман, қараңғы түн, туатын бақ жұлдызына көзі жеткен, түймеге жарқылдаған алданбаған, басқадай бір басы үшін жалданбаған. Қайткенде алаш көркейер деген ойдан басқа ойды өміріне малданбаған. Алаш жұрты қазақ халқы үшін аянбай қызмет еткен, тәуелсіздіктің азат күннің туарына сенген алаш қайраткерлердің әрең еңбегі туралы айтып тұр. 13 тапсырмаға қараймыз балар. Абай ұлы тұлға тақырыбына эссе жазу, оған қарапайым жоспар құр.
Абай ұлы тұлға жоспарымыз, ұлы тұлға, абай мұралары, абай мұраларының насихатталуы, сақталуы. Халқымыздың мақтанышы, жазба әдебиетінің негізін қалаушы ұлы ақын, композитор Абай Құнанбаев біздің мақтанышымыз. Артынан өшпес із қалдырған ақынның мұралары бірнеше тілдерге аударылған. Тек өлеңдері ғана емес, даналық ойға толы қара сөздері, поэмалары әлі күнге дейін өз маңызын жойған жоқ. Оның ғылым таппай мақтанба, көз, қыз, әсемпаз болма әр неге атты өлеңдері жадымызда жатталып қалған. Ақынның балалық шағын, есейген шағына дейінгі өмірі баяндалған. Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» романы баға жетпес құндылық. Сол романы арқылы Абай Құнанбаев туралы көп мәлімет алуға болады. Ақын мұралары музейлерде сақталып, оның Жидебайдағы музей үйі де көптеген мұраға толы. Оқу орындары, көшелерге ақынның есімі беріліп, тіпті шет елдерге де ескерткіштер ашылған. Абай Құнанбаев ұлы тұлға. Каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаймыз балалар.